Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін баклажаннан пицца жасайтын боламын. Ең алдымен бізге осындай баклажан керек болады. Баклажанды алдымен біз жақсылап жуып аламыз, содан кейін барып жіңішкелеп тураймыз. Мен барлығын жіңішкелеп турап аламын, осылай. Содан кейін барып біз баклажанымызды турағаннан кейін тұзы суға жақсылап жуып аламыз. Міндетті түрде салқын су, сосын тұз салып жуып аласыздар. Біздің баклажанымыз өте дәмді болып шығады. Сондықтан мен тұз салатын боламын. Осылай барлығын жуып аламын. Жуып алғаннан кейін біз осы баклажанымызды қағаздың үстіне қойып, жақсылап кептіріп аламыз. Содан кейін барып біз майға қоратын боламыз. Жақсылап алдын ала кептіріп аласыздар, болмаса біздің майымыз шашырап дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сондықтан жақсылап кептіріп аласыздар. Жасау жолы өте қарапайым. Үйіңізде баклажан мен сыр болса ғана осындай пицца жасауға болады. Балаларыңызға осылай жасап берсеңіз, балаларыңыз жейтін болады. Енді біз қызып тұрған майға осылай қуырып аламын. Барлық баклажанды осылай майға екі жағын аударып тұрып қуырып аласыздар. Өте қарапайым рецепт. Сондықтан осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің пиццаңыз күшті, дәмі де керемет болып шығады. Менің балдарым осы баклажан пиццаны өте жақсы көреді. Сондықтан мен тез жасап беріп тұрамын. Және де менің каналымда пирогтардың, салаттардың, тәттілердің рецептілері бар. Менің каналыма өтіп рецептілерді қарасаңыздар болады. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Және видеоға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Енді кезекте міне екі жағы да қызарып пісетін болады. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, сондықтан пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне барлығын қуырып алдым. Енді кезекте мен осындай формаға орналастыратын боламын. Мен формаға орналастырғаннан кейін үстіне сыр салатын боламын. Барлығын осылай дөңгелекте орналастырасыздар пицца пішінінде. Бар жоғы екі затпен дайындалатын осындай пиццамыз дайын болады. Мен қызып тұрған пешке 3-4 минут аралығында қойып алдым. Кішкене біздің сырымыз ергенше қойып аласыздар. Көп уақытта кетпейді, осы рецептін жасап көріңіздер. Міне дайын болып қалды. Енді біз кесіп жей береміз. Осылай кесіп балаларыңызға салып берсеңіз болады. Қарапайым әрі тез дайындалатын біздің рецепті осылай дайын болып қалды. Сіздермен болған Гүлжайнар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Міне әдемі болып шықты, дәмі де керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер.